Қап-қара Black Edition стегі 2025 жылғы бирка тоже 2025. Алдыларыңызда Lexus TX 350 деген автокөлік полный приводта. Максимально жирный коммутациядағы автокөлігіміз. Енді задний часть бамперінен повреждение алған. Автокөлікте қап-қара түсте. Енді автокөліктің салонын көрсете кетейін. 5 ключевой доступ. Датчик слепых зон, 360 камера, полный кожа салонда, полный электроплавающий сиденьясымен, үлкен монитор, полный мультироль, сенсорный шток приборда, автомат коробкасымен, подогрев обдувтарымен, беспроводный зарядчиктары бар, өзі автопаркингі бар, қараңыздар міне. Өзінің автопаркингі бар. Нағыз идеальный варианттағы капитанский сиденьясымен 7 орынды полный панорамадағы Toyota Lexus TX 350 деген автокөлігіміз. Бирка тоже 2025. На фокус ұстамай жатыр. Бирка тоже 2025. 04 айда шығарылған автокөлігіміз. Бұйыртса бүгін кешкі аукционда ойнатылайын деп тұр. Енді кімге қызық, повреждениесі бар автокөлікте. 2 фара, бампері орнында тұрған автокөлік. 2 фарасын қоясыздар, задний часть бамперін қоясыздар. Болды. Қалған жерлерінің барлығы таза. 11 миллион теңге бастапқы баға. Кімге қызық, срочно хабарласыңыздар. Міне, задний часть бампер, потом бір есігінен повреждение алған, бір есікті орнына қоясыз, 2 фарасы орнына қоясыз. Енді арзанын алып, жақсылап ремонтын жасап, Қазақстанға жіберіп алсаңыздар болады. Қараңыздар. Lexus TX 350 деген автокөлігіміз. Новый кузов, новый модель, 2025, 2 фара, бір есік, задний часть бамперін қоясыздар. Идеальный варианттағы TX болып шығады автокөлік. 11 миллион теңге бастапқы баға. Кімге қызық, бұйырса бүгін кешкі аукционда ойнатылады. Арзанын алып, жөндеп, жақсылап істетіп, орнына қойсаңыздар болады. Енді только былай айтқанда деталь установка автокөлікте. Только бампер, есік, 2 фарасын қоясыз. Қалған жерлерінің барлығы таза. 81 лотта Lexus TX деген автокөлігіміз бұйырса бүгін кешкі аукционда ойнатылады. Кімге қызық, хабарлассаңыздар болады.